Сонымен құрметті оқушы, сабағымызды жалғастырайық. Ендігі картамыз кейінгі палеолитке арналады. Орта палеолиттің картасының болмағандығын байқап отырған шығарсыз. Себебі мектеп программасында орта палеолиттің тұрақтарының аты аталмайды. Сол себепті білім стандартында оқулыққа енгізілмеген мәліметті бізде сізге айтпадық. Яғни ендігі жұмысымыз кейінгі палеолиттің тұрақтары болып саналады, және ол картаны номер 2 деп белгіледік. Сөйтіп, кейінгі палеолиттің тұрақтары 3 байқап отырсаңыз. Орталық Қазақстандағы Семіз бұғы тұрағы, орталық Қазақстандағы Батпақ тұрағы. Орталық Қазақстандағы тұрақтар дейтін себебіміз Қазақстанның орталық аймағына қарай белгіледік. Сіздің ойыңызда сақталуға оңай болсын деп. Семіз бұғы, Батпақ тұрақтары, кейінгі палеолиттің тұрақтары, бірақ табылған аймағы қай аймақ дегендей сұрақ келетіндей болған жағдайда сіздің жауабыңыз орталық Қазақстан. Уақытысын сұрайтын болса, кейінгі палеолит. Семіз бұғы тұрағы мен Батпақ тұрағынан кейін Қазақстанның шығысынан да кейінгі палеолиттің тұрақтары табылған. Кейінгі палеолиттің шығыс бөлігіне жататын тұрақ ол Шульбинка. Шульбинка тұрағы Қазақстанның қай жағынан табылды? Шығысынан, немесе шығыс Қазақстаннан. Шульбинка тұрағы қай кезеңнің тұрағы деген сұрақ келетін болса, кейінгі палеолиттің. Сонымен қатар біздің орталық Қазақстандағы Батпақ тұрағы ең көрнекті кейінгі палеолиттің тұрақтарына жатады. Себебі Батпақ тұрағынан 300-ге жуық тас құрал табылған. Олардың көпшілігі қырғыштар болып келеді. Ал мынау Семіз бұғы тұрағынан жүзі түзу, кейде қайқы болып келетін тас пышақтар табылған. Бірақ Семіз бұғы, Батпақ тұрақтары кейінгі палеолиттің орталық Қазақстан жерінен табылған тұрақтары екендігін байқаңыз. Жаңа алдындағы бірінші картада белгілегендей, оңтүстік Қазақстандағы Қаратау тауының етегіндегі ағатын Арыстанды өзенінің бойынан да кейінгі палеолиттің тұрағы табылды. Бірінші картада да Арыстанды өзенінің бойынан ерте палеолиттің тұрағы туралы табылғандығы туралы сізге мәлімет бердік. Бірақ кейінгі палеолиттің де тұрақтары осы оңтүстік Қазақстандағы Арыстанды өзенінің бойынан табылған. Сонымен біз кейінгі палеолиттің сіздің алдыңызда 4 тұрағы белгіленіп тұр. Оңтүстік Қазақстандағы Арыстанды, орталық Қазақстандағы Семіз бұғы мен Батпақ, шығыс Қазақстандағы кейінгі палеолиттің тұрағы Шульбинка. Сонымен келесі тақырыбымыз біздің неолиттің карталарына арналады. Келесі сабағымыз неолит.